Сәлеметсіздер ме балалар? Нейрогимнастикалық жаттығу. Бас бармаққа қалған саусақтарды түйістіріп шығамыз. Енді кері қарай кішкентай саусақтан бастап түйістіріп шығамыз. Жұдырықты тиемізде қолымызды кезектестіріп шапшаңдатып ашып жұмамыз. Шеге. Жұдырықты тиеміз, балға қолымызды жаямыз. Алақан, қабырға, жұдырық. Міне осы нейрогимнастика жаттығуды жасап жүріңіздер балалар. Болжау, санай алмай шаршадым, найзасы бар қанша мың. Батыр емес бірақ та, қашып жүрер жырақта. Бұл не нәрсе екен балалар? Әрине кірпі. Олай болса, Сапарғали Бегалиннің Есеннің кірпісі деген әңгімесін өтетін боламыз. Оқу мақсаты: шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Кірпі. Ақылды және айлакер жануар. Сүтқоректілер кішкентай болғанына қарамастан, оларға қатысты фактілер өте көп. Кірпі ежелгі жануар. Олар біздің планетада 15 миллион жыл бұрын пайда болып, суық және батпақты жерлерден басқа барлық климаттық аймақтарда өмір сүреді. Жер бетінде 17 түрі бар. Оның денесінде 10 мыңнан астам ине бар екен. Ұйқы кезінде жүрегі минутына 20-60 рет қана соғады. Ал қалған кезде 180 рет соғады. Оянғаннан кейін бірнеше күн бойы азық іздейді. Кірпілер түнгі жануарлар және өз індерінен алысқа кетпейді. Кейбір мәліметтерге қарамастан кірпі тышқандарды ауламайды. Өйткені жылдамдығы олардан төмен. Көбінесе құрт, қоңыз, кесіртке және жеміс-жидектермен қоректенеді. Өмір сүру ұзақтығы 5 жыл. Үй немесе хайуанаттар бағында тіршілік жасайтындарын да шамамен 10 жыл өмір сүреді. Автормен таныстыру айдары. Сапарғали Ысқақұлы Бегалин 1895 жылы 24 қарашада Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Дегелең ауылында дүниеге келген. 1983 жылы өмірден өткен. Қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушыларының бірі. 1915 жылы Семей қаласындағы орыс-қырғыз училищесін бітірген. 1929-1935 жылдары Дегелең облыстық атқару комитетінің төрағасы, Қарқаралы уездік атқару комитетінің мүшесі, бөлім меңгерушісінің орынбасары, аудандық халық судьясы болды. Халық комиссариатында Түрксібі басқармасына жауапты жұмыстар атқарды. 1935-1956 жылдары Теміржолшы газетінде Қазақ КСР ғылым академиясының тіл және әдебиет институтында, Қазақстан жазушылар одағында қызмет атқарды. Есеннің кірпісі. Есен үйінің айналасында зәулім ағаш көп. Бірінде алма, бірінде алмұрт, тағы біреуінде моншақтай қызыл шие, уылжыған өріктер өсіп тұр. Ағаштардың арасында қызғылт бүлдіргендер де жасыл жапырақ арасынан қылтиып ой көрсетеді. Есеннің аса бір күтетіні, өзі егіп өсірген гүлден тіккен шатыр сияқты дөңгелене өскен шоқ ағаш. Оның ішіне Қаби екеуі үйінен тартылған электр сымына шам орнатты. Түнде оны жағып, екеуі сабаққа дайындалады. Есеннің асыранды кірпісі электр шамы жанған кезде ағаштардың арасынан шығып, жаздық көркедегі кереуеттің астына кіріп кетеді. Ол кереует астынан шығып, қараңғы түнде жайнаған электр жарығына таңырқағандай кішкене тұмсығын шығарып, қарап-қарап тұрады да қайтадан жиырылып қалады. Есеннің кірпім-кірпім деген дауысы шыққанда тұмсығын шығарып, азығын іздейді. Есен оның азығын күні бұрын дайындап қойып, үнемі оның қимылын бақылайды. Есен кереуеттің бас жағында тұрған мандолинасын алып тартты. Мандолинаның дыбысы түнгі тынық кеште өте ашық, әдемі еді. Біраздан соң кірпі домаланып кереует астынан шықты да, дыбысты аңғарып, тура Есеннің алдына келді. Сөйтті де әуенді анық тыңдағысы келгендей тұмсығын сәл көтеріп аз тұрды.
кітап оқып отырған. Шығарманы бөліктерге бөл. Есеннің ағаштары, Есеннің кірпісі, кірпінің әуен тыңдауы. Мәтіннің негізгі ойын анықта. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты аялау, жан-жануарларға қамқорлық жасау, олармен тілдесу. Топпен жұмыс. Мәтіннің тақырыбы мен идеясын кірпілердің суретіне жаз. Бірінші кірпі мәтіннің тақырыбы, мәтіннің идеясы, үшінші кірпі мәтін кейіпкерлері. Дескриптормен бағаланасыздар. Мәтін тақырыбын жазады 1 балл, мәтіндегі негізгі ойды анықтап жазады 1 балл, мәтін кейіпкерлерін анықтайды. Жұптық тапсырма. ТВ-шоу мәтін тақырыбына қатысты 2 сұрақ құрастырады. Екінші жұп мәтін мазмұнына сәйкес сурет салады. Үшінші жұп кірпі туралы не білесің? Кірпі туралы білетінін айтады. Төртінші жұп Есен кірпісіне қандай азық дайындап қоятын туралы айтатын болады. Бесінші жұп сен кірпі асырасаң қандай азық берер едің? Алтыншы жұп Сапарғали Ысқақұлы Бегалин кім? Автор туралы жауап береді. Жетінші жұп Есен неліктен кірпі асырады деп ойлайсың? Сегізінші бұл әңгіме саған несімен ұнады? Тоғызыншы жұп мәтін түрлерін ата. Кері байланыс. Тамаша, жақсы, нашар. Яғни сіздерге осы мәтін ұнаса, өздеріңіз қалаған бейнеңізді алып, кері байланыс жасайсыздар. Назарларыңызға рахмет, балалар. Сау болыңыздар.